Қайырлы күн, ата-аналар назарына. Егер сіз мектепте қандай да бір мейрамға, мұғалім күні болсын, қандай да бір мерекелерге ақша жинауға қарсы болатын ата-ана болсаңыз, сіз бәлеқор емессіз. Сіздің Қазақстан Республикалық азаматтың толық құқы бар, ешқандай ақша бермеу. Сізді міндеттеп, ешкім ақша сізден талап етуге мектеп, мұғалім болмаса ата-аналар жиналып алып, ешқандай құқықтары жоқ. Сондықтан, егер жалғыз өзіңіз болып, класста, сыныпта 25 оқушы болып, тек қана сіз бере алмайтын жағдай болсаңыз, қорықпаңыз. Бір жерден ақша сұрап, бір жерден қарыз сұрап кетудің қажеті жоқ. Ата-аналар одағы деген бар. YouTube каналдарда, Telegram каналдарда Союз родителей деп аталады. Соған жазыңыз. Болмаса мен жалғыз басты аналар деген Telegram каналым бар. Соған жазыңыз, хабарласыңыз. Сіз жалғыз емессіз. Бүкіл Қазақстандағы ата-аналарға айтам. Ақша жинауға ешқандай ата-ана міндет емес. Мұғалімге онсыз да сыйлық үйден сыйлаймыз. Бірақ 2000-нан, 1000 теңгеден, 5000-нан, 10 000-нан ақша жинау деген бұл заңсыздық.